Hello everyone, how are you today? Let's continue our lesson. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? 6-шы модульмен жалғастырайық. Бізде бүгін have got, has got-тың negative form, яғни болымсыз түрімен танысамыз. Және де ары қарай сөздіктерін жалғастырамыз. Сонымен қатар біраз сын есімдермен де танысамыз. First of all, let's revise the vocabulary from the previous lesson. Ең алдымен осы өткен сабақтағы жаңа сөздерімізді бір қайталап өтейік. Сонымен дене мүшелері бізде parts of the body. Head, ear, eye, nose, hair, tooth, neck, mouth. Және де finger, hand, arm, knee, leg, foot, shoulder, toe. Ал бүгінгі сабағымызда біздер шаштардың түрлерімен танысамыз. Шаш бізде hair, өткен сабақта өттік. Шаштың түрлері әртүрлі болатындықтан біз оған сын есімдерді қосып қолдана береміз. Мысалы, қысқа шаш short hair, ұзын шаш long hair, қара қою шаш dark hair, сары шаш осындай ақшыл шаштар fair hair, бұйра шаш curly hair, тіке шаш straight hair, сақал ер адамдарда beard, мұртты mustache деп айтамыз. Тағы да бір қайталап өтейік. Hair, short hair, long hair, dark hair, fair hair, curly hair, straight hair, beard, mustache. Және де have got, has got тақырыбын жалғастырамыз. Бүгін оның болымсыз түрімен, яғни жоқ деген мағынаны білдіреді. Сөйлемдегі орналасу тәртібі бірінші бізде бастауыш орналасады. Одан кейін have got, have, одан кейін have got-тың екеуінің ортасына not түседі. Have not got болады, немесе has not got болады. Және одан кейін зат есім келеді. Міне осылай жекеше формасында I have not got, you have not got, he has not got, she has not got, it has not got. We have not got, you have not got, they have not got. Қысқарған түрінде пайдаланамыз әдеттегідей. Міне соны қарастырайық. Мысалы, I have not got, I haven't got. You haven't got, he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got. We haven't got, you haven't got, they haven't got. Сөйлемде көбінесе осылай қысқартылған түрімен қолданылады, сондықтан мұқият жазып жаттап алыңыздар. Енді біраз мысалдар қарастырып көрейік. Мысалға, менің көздерім жасыл емес деген мағынада. Мысалы, I haven't got green eyes. Менің көздерім жасыл емес. You haven't got green eyes. He hasn't got green eyes. She hasn't got green eyes. It hasn't got green eyes. We haven't got green eyes. You haven't got green eyes. They haven't got green eyes деп қолданамыз. Немесе, мысалы, сақалым, мұртым жоқ болатын болса, осындай сөздерде айтсақ болады. Мысалы, I haven't got beard. You haven't got beard. He hasn't got beard. She hasn't got beard. It hasn't got beard. We haven't got beard. You haven't got beard. They haven't got beard деп қолдансақ болады. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, бас жағы ешқандай өзгерген жоқ. Тек мына соңғы сөздің орнына әртүрлі сөздерді қойып қолдансақ болады. Мана біздер орналасу тәртібінде айттық, бірінші бастауыш, содан кейін осы have not, has got, одан кейін зат есім келеді. Зат есім бізде міне көз, мына жерде мысалы осы beard. Ал егерде оның қасына сын есім қосатын болсақ, ол зат есімнің әрдайымда алдында жүреді осындай болып. Тағы да мысалдар қарап көрейік. Мысалы, мына суретке қараңыздар. I have got long hair. Шашым ұзын дейді. I haven't got short hair. Шашым қысқа емес дейді. Немесе she's got curly hair. Оның шашы бұйра. She hasn't got fair hair. Шашы сары емес дейді. Немесе мына суретте he has got short hair. Шашы қысқа. She hasn't got long hair. Шашы ұзын емес. Немесе they have got dark hair. Олардың шаштары қою қара. They haven't got fair hair. Сары шашты емес олар. Деген сияқты сөйлемдер құрастыра берсек болады.
осымен біздің негізгі бөліміміз аяқталды. Құрметті оқушылар, мінекей біз практикалық тапсырмаларға жеттік. Task number 1, put have got or has got. Ешқандай кері форма емес, тек қана болымды сөйлемдер have got немесе has got. Мына басындағы бастауыштарға қараймыз да, соған байланысты қоямыз. Мысалы, бірінші сөйлем қарай, I have got a dog. Мен айдан кейін әрдайымда have got жүреді, сол үшін I have got. Екіншісінде she'дан кейін бізде has got жүреді, she has got two brothers. Енді ары қарай we, he түсінікті деп ойлаймын. Мысалы, мынандай әрдайымда мен, сен, ол деп келе бермейді да, біз алдыңғы тақырыптарда айтып жүрміз. Шектеу есімдіктерінің орнына мысалы адамның аттары немесе басқа да сөздер келуі мүмкін. Мысалы, 9-шы сөйлемді қарайық. My cat. Менің мысығым не? Менің мысығым не? Ол. Яғни ол жансыз зат болғандықтан it деген шектеу есімдігінің орнына қолданып тұр. Сонда iттен кейін бізде has got. Сол үшін my cat has got a short tail болады. Әрі қарай сөйлемдердің соңына дейін мұқият қарап, тапсырмаларды орындаңыздар. Келесі тапсырма task 2. Put have got, has got, hasn't got or haven't got. Мына жерде қараңыздар. Плюс белгісі тұрса, бізде болымды сөйлемдер қоямыз, яғни have got немесе has got. Ал минус тұрса, онда hasn't got, haven't got, яғни болымсыз сөйлем жасаймыз. Мысалы, he плюс тұрғандықтан мына екеуінің біреуін қоямыз. He'дан кейін бізде has got жүреді, he has got a black car болады. Немесе мына жерде мысалы минустан біреуін көрейік, мына жерде they тұр, олар. Олардан кейін бізде haven't got жүреді, сондықтан they haven't got a ball. Олардың топтары жоқ деген. Міне осылайша қалған сөйлемдерді мұқият орындаңыздар. Құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Видео сабақтың астында тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. See you next lesson. Goodbye. Сау болыңыздар.